бір жерде мешіттің құрылысына ақша жетпепті. Жан-жақтан сұрайық деп ақылдасып, бір имам мен мына көрші саудагер кісіден сұрап шығайын десе, бәрі шуылдай кетіпті. Бекер, о кісі бермейді, бір тиын да бермейді. Бармай қой депті. О кісі бізбен жағаласып, постоянно азанның даусымен жағаласады. Бермейді десе, көрейін деп барып есігін қақты. Сөйтсе, ар жағынан қызметшісі келіп есікті ашып жатса, айғайлап жатыр дейді. Кім ол деп. Есікті ашып қараса, имам екен, молда екен. Молда өзін сондай ұстап, жылы-жылы сөйлепті. Осылай бізге мұқтажбыз, мына мешітіміз бітіп кетсін, сіздердің көмектеріңізге мұқтажбыз десе, жаңағы бұзық адам екен. Қолын қалтасына салыпты. Имам ойлапты, бір 10-15 мың реал беретін шығар деп. Қолын жайса, алыпты да былш еткізіп қолына түкіріп жіберіпті. Имам саспапты. Алып түкірікті кеудесіне сүртіп, былай депті. Бұл депті менің жүзіме. Бұл түкіргеніңіз менің жүзіме, менің бетіме. Ал енді Алланың жүзіне, Алланың бетіне не бересіз депті. Әлі қатып қапты әлгі жерде. Үстіне бір суық құйып жібергендей бопты. Тоғырғандай бопты. Тұрып, астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла деп тәубе жасай бастапты, истихфар айта бастапты. 40 жылдан бері бірінші рет истихфар айтып отқандай дейді. Содан есін жиып, молдеке кіріңіз үйге деп қонақ қылып, қанша жетпейді депті. Сөйтсе, 10-15 мың реал берсеңіз десе, жоқ сіз айтыңызшы қанша жетпейді депті. 160 мың реал депті. Біздің ақшамен бір 200 миллион теңгедей екен. Чек жазып беріпті. Тағы не керек, қандай қызметтеріңізді жасайым, жарайым деп. Бағана бетіне түкіріп тұрған адам өзгеріп қапты. Мешіттің қызметшісіне айланып кетіпті. Құран кәрімде айтады ғой Алла тағала. Уд'у иля сабили роббика бил хикмати дейді. Алланың жолына хикметпен, сондай даналықпен шақырыңдар дейді. Сондай бір сәті түскен әңгіме болған екен де. Адамның сонша дәрежеде өзгеріп кетуі осындай жылы-жылы сөйлеуден, жақсы әңгімеден басталады.